Ассалаумағалейкум, қайырлы күн достар. Бүгін біздің өзімде қалатын партия балапандарға өсіп қалды, шүкір. Чиктоник витамин беретін боламыз. Көп сұрайды мен чиктоник қалай қолданады, қалай береміз деп. Так, жылы су обязательно. Енді бізде қазір күн салқындау, сол үшін жылы су 1 литр суға. Банка менде 2 литрлік банка. Осы 1 литр болды. Жасап аламыз осылай. 1 литр қылып дайындап аламыз. Так, примерно. Сосын чиктоникті мен 3 күн беремін. Мынандай банкада келді, енді әл производство әр жерде әрқалай. Банкілері неше түрлі, жаңа литрі, граммы деген сияқты. Так, осы кәдімгі обычный шприцқа 1 литр суға 1 миллиграмм. 1 кубик дейді, 1 миллиграмм дейді. Мен қазір 2 миллиграмм алып алдым. 2 жерге қою үшін. Так, 1 литр. 1 кубик, няха 1 кубик. Болды. Шприцтің ішін тағы кішкене шай жібереміз. Осындай сап-сары не шығады сендерден. Иісі енді кішкене жағымсыз иісі баршылық, бірақ ол балапандарға ешқандай да әсері жоқ, влиять етпейді. Так, осыны енді араластырып жібереміз. Так, менде араластыратын не бар? Bir шайға жіберетін не бар? Bir пышағым бар еді, шыдан жарайтын. Араластыра салайық. Осылай 3 күн қайдалаймыз. Тура осылай тоникпенен 3 күн. Мынау менде қазір 8-10 сағатқа дейін тұрады. Сосын 8-10 сағаттан кейін обязательно басқасын ауыстырамын, жаңасын. Потому что көп тұруға, тоже бәрімен тұруға болмайды. Бұл ешқандай да зияны жоқ, қай кезде де берсе де витамин ретінде жүретін не болғаннан кейін. Апсмалда. Шүжелер. Сендерге вкусняшка келді. Қазір жем саламыз. Так, мынау кір болып қалыпты. Суды көтеріп қоямын, суды кірлеп тастайды. Хоп. Хоп. Қазір қолмен кішкене мәзіз болады. Ал. Все. Қазір жабылып тұрып, рахаттанып тұрып ішеді соны. Балапандар жақсы көтеріледі, жақсы витамин болады, активный болады. Айтқанда біреуімен де кішкене бітіп жоғырап тұрған сияқты. Қазір жем саламыз. Ал. Канал болмаса лайк басып, комментарий жазып, каналдың дамуына поддержкаларыңызды беріп отырыңыздар.